Йоу, қалай жағдай? Мен Нурикай. Бүгін бізде менің өзімнің конфигім жайлы жататын боламыз. Қазір мен сендерге маңызды нелерін айтып беремін. Мұнда керекті командалардың бәрі орнатылған. По идее, ең керекті командалар. Скоро әлді командалар добавить етем, шамалы дамытып. Біріншіден бізге ең маңыздылардың бірі көп сұраған болатын. Қалай қолыңды матчтың ортасына оңға солға ауыстырасың деп менің конфигімді жазып алып отырып, N әріпін бассаңыз, ағылшынша N, қазақша Т кнопкасын бассаңыз, осылай оңға солға өзі ауыстырады. Сізге ыңғайсыз болса сол жаққа ауыстырып алып, атысып оңға ауыстырып алып, сөйтіп ойнауға болады. Келесі лас заттарды алып тастайық, керек емес артық заттарды алып тастайық. Мысалы, мына жерге атып тастайық, shift бассам кетіп қалады. Міне, кейде мына қаннан көрінбей қалады. Сондықтан shift басып, алып тастап тазартып алуға болады. Енді мышкамның чувствительность 1:52 деп тұр. Ол өзімен қайда. Егер сізге ыңғайсыз болса, сіздер осылай жазып қалағанша өзгертсеңіз болады. Я настройкадан мышканың чувствительностьін осы жерден өзгертсеңіз болады. Келесі біз В қазақша М әріпі тұрған кнопканы бассақ, былай no clipпен Y шаламыз. Егер SVC қосылып тұрса өзіңізде, серверіңізде no clipпен осылай шаласыздар. Ол командаға бүйтіп no clip, анау деп жазып отырудың қажеті жоқ. Тек бір кнопканың арқасына бүйтіп қосып жібере аласыздар. Басасыздар, қосып жібересіздер де жіберсеңіз түседі. Және де міне менде ХП, ақша барлығы фиолетовый цвет. Өткені өзіме осы цвет ұнайды. Сосын міне осы кезде мысалға міне осыны алайын жатқанда ең басып меню ашылып кетеді. Адам не рұсынайды дейді. Ал менде команда тұр, ең басаңыз меню ашылмайды. Оңай базада тұрып өте оңай жете аласыздар. Және де менде секіру мышканың колесигінде тұр. Панихоп істеуге ыңғайлы болады. Пробелда да тұр, және де осы мышканың колесигінде тұр. Колесик деген мышканың дөңгелегі бар ғой, бүйтіп айналдырады. Сосын радарды өзгерттім, ыңғайлы қылып центрдің нүктесінен алынады. Радарды үлкен және де көбірек қылып инфоны көрсете алады. Мен негізі бәрін айтқан жоқпын, ең маңыздыларын айтып кетіп жатырмын. Және де мынандай не бар, С деген кнопканы бассаңыздар, мен Нурикайдың конфигіме ойнайын деген жазып шығады. Екісті бассаңыздар базар жоқ, өкінішті. Ертең просто қоя салдым, ертең уақыт өте келе оны өзгертем. Z бассаңыз өкінішті дейді, X бассаңыз базар жоқ, соны бассаңыз мен Нурикайдың конфигіме ойнаймын, анау деген жазып шығады. Және сөйлеу К деген әріпті басып сөйлейсіздер. Егер өзіңізге ыңғайсыз болса, оны өзгерте аласыздар. Разрешение 4:3 тұр. 1024 1024 1024-те 768 1024-те 768 тұр. Бұл көптен киберспортсмендер болса разрешениемен ойнайды. Және де үстіндегі неше адам тірі қалғаны жазылады, және де счет жазылады. Ал бұлай бүйтіп талпын адамды әрқайсысын көрсетіп тұрмайды, тек неше адам тірі екенін жазылып тұрады. Егер сіз класс кезінде алсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Короче, сіздер өзіңіздің командаласыңыз жайлы толық инфоны көре аласыздар. Мысалы, сіз кетіп бара жатасыз, командаңыз жайлы бір нәрсе білгіңіз келсе, Ж әріпін басып, оның дропы қандай, ХП-сы және нигін біле аласыздар. Қасы бәрі ыңғайлы, керемет, көптеген заттар бар. Мен просто тек маңыздыларын айтып кетіп жатырмын. Осындай командалар бар, қазір қалай қондыру керек екенін айтамын. Біз оны қалай жүктеп аламыз? Менің ВК группама кіреміз. Мен осы нені жаңа ғана салдым, 13 секунд бұрын. Және менде мұндай сізге керекті заттарды оқи аласыздар. Мұнда не бар, S батырмасы басқанда мұнда конфигте маңызды заттарды біле аласыздар. Және де қалай орнату керек осында жазылған. Егер видеоны қарамай нететін болсаңыз,
міне енді бізге мына конфигті скачать ету керек. Міне скачать етілді. Сохранить басасыздар, осындай шығып кетуі мүмкін. Локальный дискісіға кіресіздер. Program Files 86, Steam, және де Steam Maps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, KFG. Осылай кіресіздер. Және де осы жерге жаңағы жазып алған конфигті, мына конфигті осы папкаға лақтырасыңдар. Мына жерде жазылған Steam Maps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, KFG. Локальный дискісі Program File 86, Steam. Егер сізде локальный дискісі де тұрмаса, де тұру мүмкін. Steam'нің папкасын тауып алыңыздар. Steam Maps'та кіреміз. Commonға кіреміз. Counter-Strike Global Offensive, CSGO, KFG. Осы жерге конфигті лақтырасыңдар. CSGO-ға кіргеннен кейін exec конфигтің атын жазасыздар. Nurikay конфиг, міне менің конфигім. Осыны жазасыздар, осылай басасыздар. Және де дәл менікіндей болып шығады. Бәрі ыңғайлы. Прицел Денистікі өзіме ыңғайлы. Билегені оның әдемі, жүрген жүрістері әдемі, мөлдір көздері де әдемі.